Сәлем, менің арнама келген барша достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бала күтімі және массажы туралы ақпараттар беретін боламын. Бала массажы не үшін қажет? Массаж арқылы баланың эмоционалды жағдайы, яғни көңіл-күйі жақсарады, физикалық дамуына үлкен ықпал етеді. Сондай-ақ жүйке жүйесіне де әсері үлкен. Бала массажын қай уақытта жасауға болмайды? Егерде балада ОРВИ, яғни тұмау белгілері бар болса, температурасы көтерілсе, қандай да бір ашық жарақаттары, күйіктері болса, сондай-ақ аллергия болса, балаға массаж жасауға болмайды. Сонымен қатар, егерде балада жүрек ауытқулары, патологиялар бар болса, міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен массаж жасау қажет. Массажды біз қалыпты жағдайда сау балаға және де қандай да бір диагнозы бар балаларға дәрігердің нұсқауымен жасаймыз. Жалпы бала 1 жасына дейін 3-4 курс массаж алса, дамуына үлкен пайдасы көп. Мен бүгінгі видеода сіздерге жаңа туған балаға қалай массаж жасаймыз, сол туралы қысқаша көрсетіп өтейін. Видеоны толық қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді біз массаж жасар алдында қолданатын майды дайындап алуымыз қажет. Қандай майларды қолдануға болады? Көбіміз үй жағдайында қолданатын ол сұйық май. Сұйық майды қолдануға кеңес бермеймін, себебі ол теріні бітеп, балада тершеңдікті туғызуы мүмкін. Егерде ешқандай басқа да майлардың түрін алуға жағдай жоқ, ауылды жерлерде болады ғой, сондай кезде аздаған мөлшерде сұйық майды қайнатып қолдануға болады. Екінші қолданатын ол құйрық май қолданып жатады. Құйрық майды массажға қолдануға болмайды, себебі ол да теріні бітейді, яғни пораларды жабады. Тек қана бала қатты суық тиіп ауырған кезде, сонда да аздаған мөлшерде табанына және де алақандарына кішкене қыздырып жақсаңыздар болады. Алайда, егерде балада температура болса, онда мүлде қолданбаймыз, себебі баланың температурасын одан әрі көтереді. Тағы да бізде пайдалы қолдануға болатын майлар ол зәйтүн майы, яғни оливковое масло, кокос майын қолдансаңыздар болады. Олар өте қауіпсіз және де аллергия шақырмайды. Ал фирменный майлар бізде сатылатын жонсыз бебе және де басқа да фирманың майлары көп жағдайда балаларға аллергия шақырып жатады. Фирмалық майлардың ішінде де жақсы аллергия шақырмайтындары бар. Мысалға, германиялық беби ойл тәрізді майларды қолдансаңыздар болады. Мен массаж жасаған кезде майды соншалық көп мөлшерде қолданбаймын. Тіпті қазіргі массажистер майсыз массаж жасауға да көшіп жатыр. Аздаған мөлшерде баланың денесіне қозғалғанда қолыңыз массаж жасаған кезде жайлы болу үшін аздаған мөлшерде қолданамын. Сіздер өзіңіздің балаңызға қандай май аллергия шақырмайды, сол майды қолдансаңыздар болады. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go.
turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow